Төртінші бөлім. Рараның алғашқы оразасы. Нуса, Рара, азан шақырылуына аз уақыт қалды. Екеуің де тістеріңді тазалап, жақсылап шайыңдар. Тамақ қалдықтарын қалдырмаңдар. Оразаны тұту үшін ниет пен дұға жасауды ұмытпаңдар. Әрине, анашым. анашым. Енді аз қалды. Алла сақтасын. Сен әлі жеп отырсың ба? Кешеден бері аузыңды тыймай сәресіне дейін тамақтануды тоқтатқан жоқсың. Шаршамадың ба? Бұл менің алғашқы оразам. Көбірек тамақтанып алсам, ауыз ашарға дейін қарным ашпайды. Әдеттегідей тамақтансаң болады. Қарныңды тыңқитудың қажеті жоқ. Түсіндің бе? Мен әлі кішкентаймын. Соны ұмытпағаныңыз жөн, ағатайым. Сылтау тауыпсың. Намаз уақыты жақындап қалды. Жүр, тісімізді тазалайық. Өзіңіз тазалай беріңіз, мен кейінірек барам. Неге олай? Сен тісіңді әдейі тазаламайсың, солай ма? Қарның ашқанда тамақтың қалдықтарын жеуге және аштықтың зардабын шекпес үшін ғой бұның бәрі. Әрине. Әрине олай емес. Біз тамақ ішкеннен кейін және ұйықтар алдында тісімізді тазалауымыз керек. Тамақтың қалдықтары бізге ораза ұстауға көмектеспейді. Керісінше, олар тіс кариесін қалыптастырады және одан тіс ауруы мүмкін, себебі ауыз қуысына бактериялар түседі. Сәлем, мен тіспін. Мен сенің аузыңда тұрамын. Мені үнемі тазалап тұрсаң, мен әрқашан сау және әппақ боламын. Тісімізді тазалаудың ең қолайлы уақыты қашан? Тамақ ішкеннен кейін және ұйықтар алдында мені тазалауды ұмытпаңыз, пайдалы тағамдарды жеңіз. 6 айда бір рет тіс дәрігеріне барыңыз. Денсаулық бақытты өмірдің кілті. Не істеп жатырсың, Ра? Сен менің тісімді неге тазалап жатырсың? Мен сенің тісіңді тазалауды ұмытпауыңды қаладым. Өйткені сен маған бұның бәрін түсіндіруге көп уақыт жұмсадың. Нуса, Рара, намаз уақыты жақындап қалды. Дәрет алыңдар. Әрине, Анашым. Жүр, Рара. Ислам бізді тахарат пен дәрет алуға шақырады. Олар бізге құлшылықтай пайдалы. Сондықтан тіс тазалау да біздің ғибадатымыздың бір бөлігі деп айтуға болады.